ал орыс керістің соңы, ата ана өз бетімен басқа ата аналарға ақша жинайтын болса, қандай да бір мектепке қатысы жоқ іс-шараларға, баласының туған күні, жаңа жыл, мұғалімдер күні, тағысын тағы, ол алаяқтық болып есептелінеді екен заң бойынша. Директор жаңа жиналыста солай айтты. Сондықтан ата аналар өз беттерімен ештеме жасауға ешқандай құқық жоқ. Мұғаліммен кеңесе отырасыздар, мұғалім меңгерушімен кеңесе отырады, меңгеруші директормен, директордың айтқаны болады. Даярлық топтарда кітап сатып алу деген жоқ екен. Кітаптың жағдайы болмаса, жаңа жағдай болмаса емес, мұғалім ксерокөшірме береді екен. Содан көшіріп бала ары қарай дәптерге тікелей өзі жазуды үйретеді екен. Баяғыдағыдай бастыру, бастырма деген жоқ. Солай жеңіске жеттім айқай шумен. Құдайға шүкір.